Пацаны вышли званием большим, хотели с первых минут сразу. Команда капитаны көтерді. Еркебұлан Нұрғали гол ба! Гол! Гол! Ойынның 16 минутта есеп ашты. Міне әдемі. Міне әдемі. Каршакевичке. Ай, давай. Не болады екен? Рахмет, Арман. Димитар Дмитровтың шәкірті болған бұл жігіт. Ал бір штамадова. Еркебұлан Нұрғалиев және гол ба! Біздің команда ойын бастай сап шабуылға көшті. Ол заңдылық көш басындағы Елімай елің еткізуге тиіс және бұл жерде. Армысыздар, қайырлы күн құрметті футбол жанкүйерлері. Елімай өз алаңында қыранды қабылдайды бүгін. Бұл бірінші лига командалар арасындағы 26 тур ойындар. Көш бастап тұрған біздің команда тағы да жеңіске жетсе деген үміт қана. Ал Карим Сыбыков! Ойынның 6-шы минуты, есеп әзірге 0-0. Біз жанкүйер ретінде жеңіс күтеміз. Сол жеңіс біздің қолда деп білеміз. Арман Смайылов доппен. Ал бір штамадова. Міне Еркебұлан Нұрғалиев гол ба! Гол! Гол! Еркебұлан Нұрғалиев! Ойынның 16-шы минутта есеп ашты. Еркебұлан Нұрғалиев. Ал, көтерем екен. Міне Нұрсұлтан қадемі. Нұрсұлтан дақаса. Арман Смайылов гол. Таки Мацунага не істеді. Шмидтқа. Міне гол. Молодец! Ал, міне әдемі. Міне әдемі Каршакевичке. Команда капитаны көтерді. Біздің команда қоймайтын сияқты Карим Сыбыков. Бұл өзі қыладау. Еркебұлан Нұрғалиев. Сонымен бірінші тайм аяқталды, есеп 2-0. Біздің команда алда. Елімайдың белді жанкүйерлердің бірі бүгін ойын жайлы бір-екі ауыз пікірің жай ғана. Ойын ұнады ма? Иә, ойын жақсы, әдемі болып жатыр. Жеңістерді көтеріле берейік. Чемпион болайық, иә? Иә, чемпион болайық. Капитанның еңбегі зор, иә? Еңбегі зор, әдемі. Аваса, қалыңыз қалай? Бүгін ойын жайлы бір-екі ауыз айта кетсеңіз енді. Белді ағамыз сіз ғой енді, Елімай құрметтеген. Енді бүгін жақсы ойын болып жатыр. Бірінші бөлменің өзінде 2-0 келе жатырмыз. Капитанымыз кіргізді. Әбілғазы кіргізді. Жақсы ойын. Әзірше ойлаймыз бүгін де жеңіске жетеміз.
Чемпион болуңуз керек. Чемпион болуңуз керек. Премьер лигаға шықтық, бірақ та бірінші орындан чемпион болып шығуымыз Ойын керек. қалай болып отыр? Ойын жайлы ойларың ұнап жатыр ма? Неше болады деп ойлайсың? Біздің үздік сұрмергендердің бір арманын өсіп, Бақытжан да осал емес, болашағына үміт күттірер ойыншылар. Бір арман алаңда жүр, бір арман алаңның сыртында жүр. Кәрім Смыков! Гол! Гол! Кәрім Смыков! Дегенге жеткен ойыншы Кәрім Смыков! Ой, бұл қалай! Апсайт дейді ал керек болсын. Құрметті жанкүйерлер, көрдіңіздер ғой, тәп-тәуір голды апарды да санамай тастады енді. Жанкүйерлер наразы болатындай. Гол десек голды алып берді. Гол десек голды алып берді. Өте қауіпті. Гол! Ай, паса. Паша, молодец, красавчик. Ya dostlar, 3-0 көріпсіздер. Мәселе біраз шешілген сияқты. Ал, бүгінгі матчтың прогнозын бір беріп қояйыншы деп отыр. Қазір 3-0 ғой. Аха. Бұйырса 90 деп тұрады, ана жерде 5-0 болады. 5-0. Қалған екеуін кім салады деп ойлайсың? Шоша салады. Қайттан, Дубль. Хет-трик жасайды ғой бұйырса. Хет-трик. Өзі бір гол бар дейсің ғой. Все, рахмет. Біреу бар, енді біреу салады дейді. Алла бұйырса біреу. Әне, есеп 4-0. Әзірге Нұрғалиев дубльдің авторы. Дубль! Рахмет. Шоша хорош! Дубль оформил! Шоша хорош! Палярмалызы! Қасымдағы әріптесін қазір салат дейді. Алаңның жиегінде доп беріп тұрған жігіттерде іштері пысты. Есеп түсінікті 2-4-0. Бұлар енді өздері ойнамағанда не істейді? Gol soqmasa көңілі көншімейтін арман өсіп. Әне,
қазақ футболының болашағы Димаш бауырымды көрдім міне. Қалай? Жақсы. Ойын қалай жалпы өзің? Шүкір, Алла несіңдер. Ойнап жүрміз қазір. Сен 37 мектепте оқисың ба? Қашан барасың ар жаққа? Бұйыртса 22 октябрьға ойнап отырмыз. Неше айға? Бір жылға? Иә. Болды, сәттілік. Міне, Димаш бауырым, аман бол. Біздің команда қыран командасын оңай жеңе алды. Құрмай жанкүйерлері, баршаларыңызды бұл жеңіспен құттықтаймыз. Келесі ойын дәл осы Спартак стадионында 20 қазан күні Елімай мен Арыс арасында өтеді. Баршаларыңызды Елімайға жанкүйер болуға шақырамыз. Сонымен 26 турдың ойындары Елімай қыран командасын оңай жеңе алды десек болады. Есеп 4-0. Енді біраз ойындар бар алдыда, 2-3 тур бар. Біздің мақсат осы бір стадионда, осы бір алаңда ел біріншілігінің чемпион атану. Алтынға қол жеткізу былайша айтқанда. Біздің команда жанкүйерлер осылай. Арман, көңіл күй қалай? Нормально. Нормально ма? Жалко, что не забил. Атак хороший. Атак хороший. Алтынбек, ойын қалай болды? Бір-екі ауыз. Жақсы, Аллаға шүкір. Ұлттық ең бастысы сол. Ең бастысы тұр, иә? Сен 2-3 матч ба? Иә. Қалай, нормально ма? Победа семей. Ал, давай, құтты болсын. Айдос деген азамат, біраз азаматтар есептің шотын айтқан болады, бірақ осы жігіт дәл айтты, иә? Дәл айттым. Елімай командамызға мында бір рахмет. Бұйыртса келесі жылы КПЛ-да көріскенше. Тяжелая. За прошлую игру надо было реабилитироваться. И все пацаны вышли с желанием большим. Хотели с первых минут сразу выиграть. В первом тайме уже точку поставить на этой игре. Все старались. Всем спасибо болельщикам большое. Всем удачи. Елимай, Ольга. Тоже это...